Еламан 26 жаста, заңгерді оқыған асаба. Үйленбегем негізі түрім өзі осындай дейді. Қазіргі таңда жастардың көбісі негізі үйленбей жүр. Қалада, ауыл аймақта ерте жастан үйленеді. Айналамызға, ортамыздағы достарымыз бірдей болғасын, бойдақ болған соң бізде солай шығар деп ойлаймын. 6 жыл уақыт мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым. Бірақ өзімнің қызығушылықтарым КВН, вайн және той саласында, кейде ақкөңілім тым сол жағынан кішкене. Кейде әттеген ай деп болатын кездер болады. Айтады, жаңағы дене пішіміме, тоқтығыма, нені азбайсың ба дегенде. Үйреніп қалғам. Осылай өзімді бірақ жеңіл ұстаймын. Кейде спортпен шұғылданатын болғаннан кейін, мүмкін сол жағы деп ойлаймын. Өз-өзімізді қинап дегенде, андай диетологқа барып, ондай болған жоқ. Еламан, өзгеруге дайынсыз ғой? Дайынмын. Қалыңыз қалай, Дархан? Рахмет, жақсы. Еламан жұрттыңышта тағы да сізге келіп тұрмыз, және Еламанда келіп тұрмын. Кеттік пе? Бастаймыз ба? Бастаймыз. Керемет, жалпы Исмаилов Дарханның кереметтік барбершопына келіп атқанда. Ой, сен қазір кейіпкерсің, асаба емессің. Жақсы. Бір өтпейді сияқты, қазір? Болды, жақсы. Шаш стилисі Дархан жігіттердің күтініп жүргенін құптайды. Еламанға да оның бірнеше жолын үйретті. Боди-позитивтің заманында артық салмақ үшін қысылмау қалыпты. Мұндайда қандай киім таңдау, немесе таңдамау керек? Білікті маман Раушан айтады. Мы постарались немного присобрать визуальную фигуру. Дене бітімін жинақы көрсетуге тырыстық. Мен Еламанның салбыраған кең киімдер кигенін қаламаймын. Ондайды кисем, арықтау көрінемін деген ойдың қате екенін түсіну керек. Кең киімдер салмаққа салмақ қосады. Ішінен ақшылдау жейде, сыртынан қанық түсті күрте киіп, алдын сәл ашыңқырап қойса, мұндай лайфхак адамды жинақы көрсетеді. Сыртқы трансформация сәтті аяқталған сияқты. Кезек психологпен сөйлесуде. Индира Еламанның қандай проблемасын анықтай алады екен? Тәуекелге бел буудан қорқатындар мен артық салмақпен күресіп жүргендердің экран алдына жақындауына болады. Бұл Еламанмен проблемаңыз ортақ деген сөз. Риск дейді ғой, тәуекел етуге фобиям бар. Ішкі қорқынышым. Осы жөнінен. Екінші бір мәселем, айтсам болады, бір жағында күлкілі, бір жағы дұрыс деп ойлаймын ол. Артық салмақ, жүгіремін, тренировка істеймін, бір уақыттарда бір диета ұстаған кездер болды. Бірақ салмақ өзгермейді. Мотивацияңыз жоғалып кету кезеңі қашаннан басталды? Өмір бойы ма, осы 26 жыл кезеңінде әлде бір периодтан бері басталды ма? Жоқ, өмір бойы емес енді. Иә. Бір уақыттарда бір жұмысты істеу керек болған. Қай уақытта, қай жасыңызда? Енді бір 18-19 деп айтайыншы. Қатты бір қаладым, келе жаттым сол жолға. Сол кезде бір артқа тартын жақтаған кездер болды. Жалпы мен өзім артқа тарттым деп айтамаймын ол кезде. Айналама, қоғамым, қасымдағы айналам, ортам болмайды ол дегендей көнгіштеді. Содан бері уже 6-7 жыл өтіпті. 20 жасымнан бастап, постепенно, ақырындап 5 кило қосамыз, 5-іміз 10 болды, 10-ымыз 20 қосыла бастады олда. Қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, 18 жасымда бір істі бастадым.
бірақ та ортам қолдамаған соң ол істі жауып қойдым. Одан кейін 1 жылдай демалыс алдыңыз. Одан кейін сізде артық салмақ кетті. Дұрыс па? Дұрыс. Бір іс қой. Қандай іс? Кәсіп саласы деп айтайын. Кәсіптің қандай түрі? Сауда-саттық. Сауда. Саудада не сату? Тағамдандыру Тағам. өнімдері әртүрлі мәселе бар ғой. Мысалы біреуі. Ақшасын игере алмай жоғалтады. Мақтанып жоғалтады кейбір адамдар. Кейбір адамдар үлкен өзінің емес іске барып, сол істен таяқ жеп қалып жатады. Еламан, сен қазір байып кетесің. Байып кетсең, ақшаны астында қалып, есіңді жоғалтып аласың деген қорқыныш шықты. Енді айтыңызшы, Еламан, ол қорқыныш қай жақтан? Адам бай болып, мақтанып, кісілігін көрсетпейді деп, ол о баста о мінез ода болған. Соны ақша көрсетіп жатыр деп та. Иә. Сол оймен айтып жатырмын өрде мен. Иә. Сіз байып кетсеңіз не болады? Байып кетсем көп дүние өзгеретін шығар. Иә, айта қойыңыз қандай? Айтасыз. Иә, айтыңызшы. Адамгершіліктен айнымай кетсе екен дейді. Айтыңыз. Егер де мен байып кетсем, мен адамгершіліктен жұрдай болам деп қорқам. неге? Енді сол кеп тұр аузыңызға мәжігіп тығылды. Егер кәсібім дөңгелеп кетсе, Иә. адамгершіліктен жұрдай боламын деп қорқамын. Иә, енді айтыңыз. Қасыңызда, образыңызда, көзіңізде кім солайынан адамгершіліктен айырылды? Жоқ, мен атын түстеп айтпай Ай жарайды. Сол кісі бар ғой, жаңағы. Сол кісіні іштен өзіңіз атыңызбен айтыңыз. Ол, мен. Иә, бір кісі бар. Соны жаңағыны айтыңыз. Ол, мен. Ол, мен. Менің жолым басқа. Менің жолым басқа. Себебі мен, ол мен. Себебі мен, ол мен. Ол. Жаңағы сіз айтпақшы, сіздің иманыңыз бар. Сіздің ата-анаңыз, мамаңыз бар. Ол. Не сезім көрсіз? Жылылық деген. Жоқ, шын, жылылық келді ғой. Иә. Менің жолым басқа. Ол деген сайын сол кісіні тірелестеп кетіп Енді дұрыс қой, сол образ сіздің миыңызда, атын айтып қойға сәлем отыр да эфирде. Вот, өйткені ол сізде эмоциональный напряжение жасап жатыр. Еріңіз ауырып кетті ма? Жоқ, ауырған жоқ. Енді айтыңыз, қараңыз. Артық салмақ. Сізде примерно осы периодта басталды. Қоғамда үлкен орын алғысы келетін адамдар артық салмаққа бейім. Қоғамда үлкен орын алғысы келетін адамдар артық салмаққа бейім. Себебі олар ойлайды, мен егерде сондай томпақ, жоян, качок или там авторитет болып жүрсем, мені сол үшін көреді деген сияқты, Сізде бар ғой ол желание, бар. Сіз өйткені тамада бола бастадыңыз. Өйткені бизнес ашқыңыз келеді. Халықтың ортасында. Авторитет болғыңыз келеді. Енді айттыңыз, менің іштегі күшім. Маған өзіме авторитетті жай әкеп береді. Өзіме авторитетті, абыройды жай әкеп береді. Ол үшін артық салмақ қажет емес. Ол үшін артық салмақ қажет емес. Қандай сезім болмай жүр? Сәл бір жеңілдегендей болды. Жеңілдеп, вот, молодцы. Өзің түсіне алмайсың, біреуге түсіндіре алмай жатқан сұрақтар болады, бір ойлар мазалайды. Сондай ойды психолог реттеп береді екен. Дәл сол бағытта психологқа жүгіну керек. Жігіттерге не дейсіз? Түсірілім жігіттеріне? Әлде Экран алдында тамашалап отырған жігіттерге? Экран алдында тамашалап отырған жігіттерге барлықтарыңызға айтарым, осы елдің патриотты азаматтары болыңыздар, ұлт жанашырлары болыңыздар. Сол ел үшін қызмет етіңіздер дегім келеді. Ең алдымен өзіңіз үшін жанашыр болыңыз. Әлемді өзгерткің келсе, бірінші өзіңнен баста деген екен. Бәрекелді. Өзгеріңіздер. Себебі әр таң мүмкіндік өзгертуге. Келесі кездескенше.